Мамыр айының 3-ші жексенбісі ЖИТС құрбандарын еске алу күні. Осы уақытқа дейін аймағымызда 400-ге жуық адам бұл дерттен қайтыс болған. Осыған орай облыстағы ЖИТС орталығы дауасы жоқ індеттің құрбандарын еске алу шарасын ұйымдастырды. Толығырақ тілшіміз Нұрай Айту баяндайды. Елімізде ғасыр індетіне айналған ауруды жұқтырғандар көрсеткіші көңіл көншітпейді. Соңғы мәлімет бойынша республика көлемінде 40.749 адам. Оның ішінде облыста 1370 адам осы дертпен ауырады. Осы жылдың өзінде 378 адам қауіпті дерттен көз жұмған. Ескере кету керек, әлі күнге дейін бұл аурудың емі табылмаған. Бірақ мамандар иммунитетті көтеріп, ағзаны бір қалыпта ұстап тұратын препараттардың бар екенін айтады. Не надо бояться, не надо... Бұл инфекциядан қорқудың еш қажеті жоқ. Егер отбасында бір адамда инфекция белгілері байқалса, саспаңыз. Әр адамның мемлекет тарапынан жеңілдік алуына құқығы бар. Сондықтан жұқпалы аурудың белгілері байқалар болса, біздің орталыққа келіңіз. Кез келген сұрақ бойынша кеңес алсаңыз болады. Облыстық ЖИТС орталығы осы індеттің құрбандарын еске алу үшін әуеге шар ұшырып, мамандар журналистердің сұрағына жауап берді. Олардың сөзінше, бұл аурудан сақтанудың бір ғана жолы – салауатты өмір салтын сақтау. Жазылмайтын ауруға шалдыққандар көбінесе есірткіні ине арқылы қабылдайтындар. Сондықтан зиянды әдеттерден аулақ жүру керек. Нұрай Айту, Самғат Қойшыман, Жанболат Андабаев, Тараз 24.